Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге 4-ші сынып математика сабағы 135-ші сабақ санды және әріпті өрнектер тақырыбын түсіндіретін боламын. Сіздер бүгін санды және әріпті өрнектерді түрлендіруді үйренесіздер. Бірінші есепте берілгенді мәні бірдей өрнектерді дұрыс тапсан, күн, ай сөздерінің ағылшын, орыс тіліндегі аудармасын білесің. Ол өрнектерді салыстыр. Олар неге бірдей мәнге ие? Қосындыны санға көбейту және айырманы санға көбейту ережелерін айт деп астына сурет берілген екен. Қарасаңыздар, бұл есепті шығару жолы дәл осылай болды және ағылшынша, орысша сөздері келіп шықты. Бүгін біздің екінші есебімізде өрнектің қалай құрылғанын түсіндір деген екен. Қарап тұрсаңыздар, x сандарының қосындысы тұр және берілген өрнекті басқаша қалай жазуға болатынын көрсетілген. X неше рет алынды, соларды өздеріңіз жазасыздар. Бұл жерде есінде сақта деген нәтижесінде әлдеқайда қарапайым өрнек алынатын түрлендіруді өрнекті ықшамдау деп аталатын жазып қойған екен. Үшінші есепті А және Ә бөліктерінен тұрады екен. Үшінші есепті А бөлігінде есептің шарты бойынша өрнек құр депті және Ә бөлігінде пайымдауды түсіндір деген екен. Яғни сіздер оқып жалпылама түсініп аласыздар. Ал ай есебінде мен сіздерге мынадай етіп есепті шығарып ұсындым. Дәл осылай жазып алсаңыздар есеп дұрыс болады. Ал бүгінгі біздің 4-ші есебімізде бүгінгі тапсырманы орында деген А және Ә бөліктерінен тұрады. А бөлігінде үйлестірімдік қасиетті қолданып өрнектерді ықшамда деген екен. А бөлігінде көбейтудің терімділік қасиетін қолданып өрнекті ықшамда деген екен. Мен сіздерге осылай А және Ә бөліктерінің есептерін шығарып ұсындым. Дәл осылай жазып алсаңыздар дұрыс болады. Бүгінгі біздің 5-ші есебімізде мүмкін болған жағдайда өрнекті ықшамда депті. Бұл жұптық жұмыс ретінде берілген екен. Қарап тұрсаңыздар, бәрі өрнек түрінде тұр. Енді есеп осылай шығады. В қосу 6, В қосуда тең 1 В деп алынып, ол жерде 12 боп В боп есеп шығып тұр. 6-шы есепте топтық жұмыс ретінде берілген екен. Амалдардың орындау ретін анықта және есепте деп айтқан екен. Мен сіздерге орындау реттерін жасыл түсті қаламсаппен жазып көрсетіп қойдым. Дәл осылай сол орындау ретімен есепті шығарсаңыздар, жауабы дұрыс шығады. 7-ші есепте қос теңсіздіктің шешімдер жиынын сан сәулесінде белгіле және шешімдер жиын фигуралы жақшаның көмегімен жаз деген екен. А, Ә, Б бөлікте есептер тұрады екен. Мен сіздерге сан сәулесімен сызып сіздерге есепті ұсындым. Дәл осылай 3 бөліктегі есепті көшіріп алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің 8-ші есепте өрнектерді ықшамдап, олардың мәнін тап депті. Міне сіздерге ықшамдап өрнектің мәнін тауып ұсынып отырмын. Бүгінгі біздің 9-ші есебімізде теңдеуді шешу алгоритмін толығымен орындамай, x-тің мәнін бірден қай теңдеуде табуға болады деп жазған екен. Міне x-ті орындамай бірден табудың жолын жазып ұсындым. Және бүгінгі 10-ші есебімізде ойлан және жауап бер депті. Арман былай деді: фантастикалық фильм көргенді ұнататын менің 18 сыныптасым тек 12-сі ғана ғылыми көпшілік қылып фильм көруге қарсы емес. Егер сыныпта әрқайсысы не фантастикалық не ғылыми көпшілік фильм немесе екеуінде көргенді ұнататын болса, 25 оқушы бар болса, онда олардың қаншасы көре алады деп жазған екен. Бұл жерде 7 оқушы тек ғылыми көпшілік фильм көретінін есепті тауып отырық. Біріншісіне тек фантастикалық, бәрін турайына жазып қойдым. Дәл осылай жаза аласыздар. Бүгінгі 11-ші есебіміз үй тапсырмасы ретінде беріледі. А және Ә бөліктерінен тұрады екен. Бірінші бөлігінде өрнекті ықшамда деген, екінші бөлігінде амалдарды орындау ретін анықта және есепте деп айтыпты. Енді бұл жерде сіздерге Ә есебінде жазып ұсындым. Орындау ретін жасыл қаламсаптармен жазып, есептің жауабымен жаздым. Осы видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз.